Сіз неге жүргізушілер қысқа рейстерді ұнатпайтынын білсеңіз, қатты таңғаласыз. Бір қарағанда бәрі керісінше болуы керек сияқты. Қашықтық қысқа, жұмысы аз. Бірақ жүк көлігі ұзақ әрі тұрақты жұмысқа арналған техника. Фора үнемі қысқа қашықтықта жүрсе, әлдеқайда тез тозады. Қозғалтқыш жұмыс температурасына жетпейді. Май толық қызбайды. Соның салдарынан бөлшектердің тозуы күшейеді. Әсіресе экологиялық жүйелері бар заманауи дизельдер қатты зардап шегеді. Күйе сүзгісі, ЕГР және AdBlue жүйесі қалыпты жұмыс істеу үшін жүктеме мен трасса қажет. Қысқа рейстерде олар тазаланып үлгермейді. Бітеліп, істен шыға бастайды. Соның нәтижесінде фора жолдан гөрі сервисте көп тұрады. Экономикалық жағынан да тиімсіз. Суық қозғалтқышты жиі іске қосу артық жанармай шығыны. Қалалық кептеліс, жиі тоқтау, тиеу түсіру бәрі қысқа рейсті тиімсіз етеді. Жүргізуші уақытты көп жұмсайды, бірақ жүрілген қашықтық аз болады. Сондықтан фора үшін ең тиімдісі ұзақ маршруттар. Бір қалыпты жылдамдық, тұрақты жүктеме және аз тоқтау. Қысқа рейс жүк көлігі үшін жұмыс емес, техниканы баяу өлтіру болып саналады.